Ата анам намаз оқымайды не істесем болады деп қиналасыз ба? Біз әрдайым сол ата анамызға бірдеңені үйретуге, ақыл айтуға асығамыз. Ал бірақ Алла тағала қасиетті Құранда дүниеде олармен жақсылықпен мәміле жаса деп бізге бұйырады. Ардақты пайғамбарымыз Алланың алейхи сәлемі болсын, өз хадисінде расында Алла мейірімді және әрбір істе мейірімділікті жақсы көреді деген. Хамиди Мұстафин ағамыз айтады, ата анасын ұмытқан адам опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы дейді. Осындай дана сөздерді біз есімізден, жанымыздан еш уақытта шығармауымыз керек. Керісінше біз ата анамызға өзіміздің мейірімізді арттыруымыз керек, қызметімізді одан сайын арттыруымыз керек. Сол арқылы олардың жүрегіне жол таба білуіміз керек. Разы болғаны сондай ата ана баласына оның айтып жатқан сөзіңізге, айтып жатқан ақылыңызға, шақырып жатырған міне тура жолыңызға сол уақытта ғана ол кісілер мән бере бастайды. Өйткені бірінші кезекте біз жоғарыда айтқан Алланың аятына, пайғамбарымыздың хадистеріне амал ете білуіміз керек. Сахабаларымыз айтады, кімде-кім ата анасына дұға етуін тоқтатса, Алла оның ризық несібесін азайтады дейтін. Осындай нәрселерді біз еш уақытта ұмытпауымыз керек.